Не үшін жүкті әйелдерге мысықтарға жақындауға болмайды? Қандай ауруға алып келуі мүмкін? Таксоплазмоз инфекционды ауру, қарапайым паразит таксоплазма ганди қоздырғышымен шақырылады. Жалғыз ғана таксоплазма өз жұбын тауып, жыныстық жолмен көбейе алатын жалғыз орын ол мысықтың ішегі. Мысықтың ішектерінің ішінде таксоплазманың басқа гендермен қайта қосылып, жыныстық жолмен көбейіп, ацит деп аталатын жұмыртқалар түзеді. Мысық жұқтырған кезде ол бұл жұмыртқаларды нәжіс арқылы қоршаған ортаға шығарады. Жұмыртқалар қоршаған ортаға өте төзімді. Олар қоршаған ортада айлар, тіпті жылдар бойы сақталуы мүмкін. Паразит тек мысықтың ішектерінде көбейе алатындықтан эволюциялық мәселе мысықтың ішіне қайта қалай оралады. Таксоплазма мұны қалай жасайды? Бұл өте қызықты. Сонымен бұл таксоплазма жұмыртқалары мышық нәжісі арқылы сыртқа шығып, сол жердегі құмды немесе суды зақымдайды. Кеміргіштер секілді мысықтардың олжасы паразит жұмыртқалармен ластанған суды ішеді. Ішке енгеннен кейін паразит тіндік циста түзіп, кеміргіштің бүкіл денесіне, әсіресе миына қоныс аударады. Мышық осы тышқандарды, кеміргіштерді жегеннен кейін кеміргіштер ішіндегі тіндік цисталар активтеліп, мышық денесінде жаңа ацеттер түзіліп, мысықтарды зақымдайды. Осылай мысықтармен контакты болған кезде мысықтан адамға жұғады. Сонымен бірге мысық нәжісімен ластанған суды немесе тамақ тұтынғанда, және де құрамында цистасы бар шикі немесе шала пісірілген етті, әдетте қой еті, сиыр етін жеу арқылы да жұғуы мүмкін. Ал енді симптомдарына келетін болсақ, паразитті жұқтырғаннан кейін адамдарда дене температурасының көтерілуі, бастың ауруы, шаршағыштық, миалгия, сирек жағдайда фарингит, психикалық бұзылыстар, приступтар болуы мүмкін. Ауру жаңа туылған нәрестелерде ауыр болуы мүмкін. Әсіресе жүктіліктің бастапқы сатыларында жұқтырылған болса, онда туылған балаларда сарғаю, бөртпелер, гепатосплена-мегалия және гидроцефалия психомоторлы дамудың тежелуі орын алуы мүмкін. Ал егер ауру 3-ші триместрде, яғни соңғы апталарда жұқтырған болса, онда бұл нәрестелердің көпшілігі туылған кезде дені сау болып көрінуі мүмкін. Алайда құрысулар, ақыл-ой кемістігі немесе бірнеше айдан кейін, тіпті бірнеше жылдар өткеннен кейін дамитын басқа да белгілер қауіп төндіруі мүмкін.